Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Еркегүл. Мен бүгін сіздерге өзімнің Instagram парақшамда айтқандағыдай келешек бағдарламасы туралы айтқым келеді. Бұл видеоны міндетті түрде ата-аналар чаттарына және туған-туыс ағайындарға жіберіңіз. Себебі мемлекеттен берілетін бірқатар көмектердің бірі, оның ішінде келешек бағдарламасы туралы қазір мен сіздерге айтатын боламын. Алдымен менің YouTube және Instagram каналыма тіркеліп, мемлекеттен берілетін қолдау туралы, бизнес туралы және де басқа да ақпараттарды жұрттан бұрын білгіңіз келсе, онда менің Instagram және YouTube каналыма тіркеліңіз. Ал ендеше келешек бағдарламасы туралы айтатын болсам, барлық ата-аналар назарына, егер сіздің балаңыз 5 пен 18 жас аралығында болатын болса, онда сіздер өзіңіздің балаңыз үшін банкке барып депозит ашуыңыз керек. Банкке барасыздар, маған келешек депозиті немесе келешек бағдарламасы бойынша депозит керек деп айтасыздар. Сонда сіздерге банк балаңыздың атына шот ашатын боламын. Және де айта кететін жағдай, бұл келешек бағдарламасын ұлттық қормен шатастырып алмаңыздар. Ұлттық қор ол бөлек, ал келешек бағдарламасы ол бөлек болып есептеледі. Ұлттық қорда сіз ешқайға бармайсыз, мемлекет автоматты түрде сіздің балаңыздың есеп шотына ақша жіберіп болса, немесе есеп шотын өзі автоматты түрде ашатын болса, келешек бағдарламасы ерікті депозит болып есептеледі. Бұл дегеніміз, ата-аналар өз еріктерімен банкке барып, өзінің жақсы көретін банкіне барып, депозит аша алады баласының атына. Енді егер сіздер жаңағы 5 жас пен 18 жас аралығында балаңыз болса, оған депозит ашатын болсаңыздар, мемлекет бастапқы капитал ретінде қайтарымсыз бір балаға 235.920 теңге беретін болады. Ал егер сіздің балаңыз әлеуметтік осал топқа жататын болса, мысалы мүгедек отбасы бар жандарға, немесе көпбалалы отбасыға, немесе жетім категориясына жататын болса, онда сіздерге бастапқыда 471.840 теңге берілетін болады. Ал енді мемлекет сіздерге бұл ақшаны берді. Бұл ақшаны бергеннен кейін сіздер мемлекеттен сыйақы алатын боласыздар. Ол дегеніміз, егер сіз қарапайым жай отбасында жатсаңыз, онда сіздің балаңызға жыл сайын 5% мемлекеттен сыйақы бөлінеді. Ал әлеуметтік осал топқа жатсаңыз, онда сізге жыл сайын 7% мемлекеттік сыйақы берілетін болады. Бұған қоса, оның үстіне бізде банктердің жылдық үстемақысы 12 мен 14% алында болады, немесе 18%-ға дейін депозит беретінде, сыйақы беретінде банктер бар. Сондықтан енді қараңыз, 5% жаңағы сізге мемлекет сыйақы берді, 12% банктың сыйақысы, сонда сіздің жинаған сумаңызға жыл сайын шамамен 20-20-дан артық пайызбен сыйақы қосылатын болады. Бұл әрине балалар үшін өте тиімді болып есептелінеді. Және де басында айтқандағымдай, бұл ерікті депозит болып есептелгенімен, бұған ай сайын міндетті түрде салым жасау керек. Ол кемінде 1 МРП-ны құрайды. Яғни 2025 жылы бұл бізде 3932 теңгені құрайды. Бұл суманы айта кететін жағдай, міндетті түрде салып отыру керек. Егер бұл суманы салмасаңыздар, онда сіздің бастапқы жарнаңыз жаңағы күйіп кетуі мүмкін, яғни мемлекетке қайтаруы мүмкін. Және де енді бұл депозиттің басты мақсаты оқу немесе баспана алу болып есептеледі. Яғни келешекте балаңыз колледжге оқу немесе университетке оқуға түссе, немесе шетелге оқуға түсетін болса, сіз бұл ақшаны снимать етіп ала аласыз. Сондықтан дәл қазір әрекет жасап, келешек бағдарламасы бойынша депозит ашып алыңыз. Енді егер балаңыз грантқа түсетін болса, онда сіздің балаңыздың шотындағы ақшаны келесі туған бауырына аударуға болады. Ал енді басты сұрақтардың бірі, дәл осылай ақша жинасақ, баламыздың шотында қанша ақша болады? Енді қараңыз, егер дәл қазір сіздің балаңыздың жасы 5-те болса, және де оны 18 жасында снимать етіп алатын болсаңыздар, онда сіздер шамамен, егер жай категорияға
жатсаңыздар, онда сіздер шамамен 2 миллиондай теңге ақша жинайтын боласыздар. Ал егер әлеуметтік категорияға сай болсаңыздар, онда сіздер шамамен 3 миллион теңгедей жинауларыңыз мүмкін. Мен сіздерге дәл қазір точно, яғни нақты цифрды айта алмаймын, себебі жыл сайын ол депозиттің ставкасы да өзгеруі мүмкін, және де біздің заңдарымызға да бірталай жаңағы корректировка болуы мүмкін. Бірақ мен сіздерге жорамалдап сол 2-3 миллион теңге болады деп айтып тұрмын. Ал енді осы келешек бағдарламасы сіздерге ұнаған болса, онда дәл қазір өзіңіздің және балаларыңыздың құжаттарын алып, банкке барып депозит ашыңыздар. Ал енді осы видео сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де осындай видеоның көп болған қаласаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ескере кететін жағдай, мен айтатын ақпараттардың барлығы тегін, ешкімге ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ. Назарларыңызға рахмет.